Бұл жұлдыз белгісінде туылған адамдардың бойында күш-жігері жетерлік табанды болады. Олар қиын жағдайлардың өзінен шыға алады. Тоқтылардың бірбеткей келетіні әрі иілгіштік қасиеті жоқ екені белгілі. Дәл осы сияқты олардың күш-қуаты да аңызға айналған. Тоқтылар мәмілеге келіп өзгеге басымдылық беруді білмейді. Сол арқылы өзіне жасайтын залалы аз емес. Әсіресе жас кезінде өмірлік тәжірибесінің аздығынан қызуқандылыққа жиі салынады. Тоқтылардың табиғатынан оптимистік қасиеті оларға өмірдің ең қиын сәттерінің өзінде еңсесі түсіп, қол қусырып қарап отыруына жол бермейді. Алайда өзіне айтылған сындар, әсіресе жақындарының тарапынан айтылатындары, олардың ұнжырғасын түсіріп, еңсесін басады. Тоқтылар менмен болғандықтан, олар үнемі қолдау мен әр әрекетінің мойындалып, бағалануын қажетсінеді. Тоқты әйелдердің мықты мінезі, табиғи нәзіктігі мен жұмсарғаны мен алдында кедергі кездескен бойда олар еңсеруге тырысады. Аталған жұлдыз белгісінде туылған әйелдер әр нәрсенің мінсіз болғанын қалайды. Адамдарды тиісінше бағалай алмайды және өмірді толыққанды күйінде қабылдай алмайды. Тоқты ерлер қарқыны және іскерлігімен таңғалдырғанымен жан дүниесінде бала күйінде қалады. Олар алапат күш-қуатын болмашы қиындықтарға жұмсап, күшін маңызды мақсатқа шоғырландыра алмайды. Сонымен қатар дұрыс кеңестерге құлақ аспайды. Алайда сәтсіздікке ұшыраған кезде өзгелердің жанашырлығын қатты қажетсінеді. Табандылығы мен өзіне деген сенімділігіне қарамастан, тоқтылар ақылмен әрекет етуге қабілетті, алайда көп жағдайда ішкі түйсігіне басымдық береді. Торпақтар еркіндікті сүйеді және мінезі жайлы келеді. Олар бойындағы күш-қуатқа қарамастан оны пайдалануға асықпай, анағұрлым қолайлы сәттің туындағанын күтеді. Алайда көп жағдайда қолайлы сәтті жіберіп алады. Торпақтардың өміріндегі табыстың кілті жолы болғыштық емес, табанды еңбек пен тұрақтылық. Торпақтар шешім қабылдағанда да, әрекет еткенде де асығыстық танытпайды. Аталған жұлдыз белгісінің өкілдері өзгелердің әсеріне берілмейді, алайда кейде өзгелердің пікірін өзінікіне балайды. Әдетте торпақтар өте мейірімді, алайда мейірімділігін дұрыс көрсете алмайды. Сонымен қатар шектен тыс өжет. Оған қоса кейде өзгелерге өз пікірін таңуда бірбеткейлік танытып, өзгелерді өзінен үлгі алуға шақырып, адамдарға ықпал етудің өзге жолын ойламайды. Торпақтар өтірікті жек көреді, алайда кейде өздері де өтірік айтады және адамдарды соған сендіре алады. Торпақтар айналасындағылардың құрметі мен қошеметіне бөленуге ұмтылады. Сондықтан киіміне аса мән беріп, шынайы беделіне қарамастан, өзін жетістікке жеткен адам сияқты көрсетуге тырысады. Торпақ әйелдердің рухы мықты болғанымен, олар өзін нәзік әрі жұмсақ көрсетеді. Оларға озбыр бірбеткейлік емес, нәзік қайсарлық тән. Олар өзінің тамаша жан екенін білсе де, мұны дәлелдеуге тырыспайды. Себебі мұның өздігінен белгілі болатын сәті туатынына толықтай сеніп сабырмен күтеді. Торпақ ерлердің бойында сабырлылық, даналық және сезімталдық ерекше үйлесім тапқан. Олар отбасында басымдық танытуға бейім. Қызметінде бастық оңай бағынғанымен үйде жұбайының өтініштерін елемей қырсықтық танытады. Торпақтар демалғанның орнына жұмыс істегенді көреді. Сонымен қатар оларға өзінің үйі өте маңызды. Олар үйінің қала сыртында болғанын, ұқыпты әрі жайлы бау-бақшамен қоршалғанын қалайды.
Егіздер өзге жұлдыз белгілерінен екіжүзділігімен және тұрақсыздығымен ерекшеленеді. Олар жағдайға бір уақытта жан-жақты баға бере алады, бір уақытта жақсы көріп, жек көре де алады. Тіпті кейде өз табиғаттарының күрделілігін өздері де түсіне алмайды. Егіздердің мінезі ауа райы сияқты құбылмалы. Олардың тартымдылығы болмаса, өзгелердің оларға төзуі қиын. Егіздер көпшіл, сондықтан олармен әңгімелесу жағымды, сонымен қатар қызықты. Себебі олар түрлі жағдайларға тап болып жүреді. Сонымен қатар егіздер әр нәрсені тез үйреніп алып, оны бөліскенді жақсы көреді, тіпті пайдасызын да. Егіздер мұқияттылығымен ерекшеленгенімен, оны өз пайдасына қолдана алмайды. Тіпті кейде әр нәрседен секемденіп, күмәнданып, түйме дейді түйедей етеді. Егіздер қызғаншақ келеді. Оған қоса айналасындағылар өзін көре алмайды деп ойлап, кейде жақын достарын да жау көреді. Егіздер белгісінде туылған ерлер әдетте өмір бойы жаңа қызығушылықтарды іздеп жүреді. Алайда діттеген мақсатына тік емес, анағұрлым жеңіл жолмен жетуді жөн көреді. Олар түрлі нәрселерге қызығушылық танытқанымен, ешқайсысымен нақты айналыспайды. Сонымен қатар еш қорықпастан тәуекелге бел буа алады. Егіздер белгісінде туылған әйелдер өте ақылды және қабілетті. Олар әр нәрсені жеңіл меңгереді. Сонымен қатар түйсігі жақсы дамыған. Десе де мұндай әйелдер шынымен де маңызды нәрсені көргенімен, маңызды нәрсені бірден ажырата алмайды. Алаңғасар болып көрінгенмен қажет кезде тез жинақталып алады. Сонымен қатар егіздер өте ақылды, алайда кейде тілімен шағып алатын кездері болады. Егіздердің достары үнемі қошемет сөздерін естісе, ал дұшпандарына оңай тимейді. Шаян жұлдыз белгісінде туылған адамдар айрықша сезімталдығымен ерекшеленеді. Сонымен қатар олардың ішкі қуаты айтарлықтай күшті. Сондықтан еңсесі түскен уақытта айналасындағылардың да көңіл күйіне ықпал етіп, өз күйін өзгелерге де таратады. Алайда шаяндарды меланхолик деуге келмейді. Олар күліп ойнағанды да жақсы көреді және әзілдесе біледі. Шаяндардың өмірінде биікке самғау мен төменге құлау алма-кезек ауысып тұрады. Олар ең жағымды кездердің өзінде кейде кері шегініп, тыныштықта демалғанды құп көреді. Шаяндар тектілігімен және ниетінің адалдығымен ерекшеленеді. Алайда бұл қасиеттерін жиі көрсете бермейді. Сондықтан өзгелерге өзін ғана сүйетін менмен болып көрінеді. Шаяндар шынымен де өзі туралы тым жоғары пікірге ие. Оған қоса құрмет пен атақты жақсы көреді және өзін оларға лайық деп санайды. Шаян ерлер жайлылықты ұнатады және өзіне қолайлы жағдай жасауға тырысады. Сонымен қатар үнемшіл әрі қиын күндерге арнап қор жинауды құп көреді. Сырт көзге мұндай адамдардың сараң болып көрінгенмен, олар шығындарын барынша бақылауда ұстауға тырысып, ұзақ мерзімді салымдарды құп көреді. Шаян ерлер ұсақ-түйек нәрселерге күш-қуатын жұмсай бермейді және барынша талпынып, күш-қуатын сарп ететін сәттері де сирек, десе де діттеген мақсатына жете біледі. Шаян әйелдер жұмсақ әрі салмақты көрінгенімен, олардың көңіл күйі айналасындағылардың әрекетіне байланысты. Аталған жұлдыз белгісінде туылған әйелдер үшін жақындары мен достарының қолдауы аса маңызды. Олар тамаша ана, адал жар бола біледі. Сонымен қатар әйелдер достығы деген ұғым да олар үшін бос сөз емес. Шаяндар кекшіл келеді, алайда кейде сақтығы ашық күресуге кедергі келтіреді. Сонымен қатар аталған жұлдыз белгісінің өкілдерінің дұшпаны аз болады. Арыстандар жалқаулығымен және үлкен кеудемсоқтығымен ерекшеленеді.
Олар өмір бойы биіктен көрінуге тырысады, алайда ол үшін әрекеттенудің орнына тағдырдың сыйын күткенді жөн көреді. Ал ай оңынан туып жолы болғанда оны өмірінде міндетті түрде болуы тиіс нәрсе деп қабылдайды. Арыстандар айналасындағыларға менмендікпен биіктен қарайды және өз тарапына айтылған кез келген сынды ауыр қабылдайды. Себебі олар айналасындағы адамдарды өзіне, әрекеттеріне сын айтуға лайық емес деп ойлайды. Әдетте арыстандардың танысы көп болғанымен, олардың барлығына бірдей іші жылымайды. Олар айналасына пайдасы тиетін адамдарды жиғанды жөн көріп, олардың жеке қасиеттеріне мән бермейді. Жалпы арыстандар жіберген қателіктерінен сабақ алуды білмейді. Сонымен қатар жетістіктер мен жеңістерге таза өз еңбегімен жеттім деп біледі, ал сәтсіздіктеріне тағдыр тауқыметін кінәлайды. Арыстан ерлер әйелдерге де, жаңа идеяларға да оңай әуестенеді. Олардың менмендігі шексіз, сонымен қатар дұрыс бәсекелестікке қабілетсіз болғандықтан, бақталасымен ашық күресуге ерінгендіктен бұл жағдайды ушықтыра түседі және күрес алаңынан қашып кетуге тырысады. Айта кетерлігі, аталған жұлдыз белгісінде туылған әйелдер жиі бақуатты адамдарға тұрмысқа шығады. Арыстандардың айналасындағылардың өзінен ақылды емес деп санағандықтан көп жағдайда алдау мен сатқандықтың құрбаны болып жатады. Осының салдарынан уайымға салынып күйзеліске түседі. Қарағанда бикештер материалдық қиындықтар мен тұрмыстағы ұсақ-түйектер жайттарды ғана ойлайтын жан болып көрінгенмен, бұл олай емес. Тек бұл адамдар ерекше мұқият әрі айналасындағы кемшіліктерді тез байқап қояды. Дәл осы себепті аталған жұлдыз белгісі өкілдерінің көбі үйіндегі тазалыққа аса мән береді. Әдетте бикештер ақылды келеді. Олардың бойында ақыл мен қатар ішкі түйсігі де жақсы дамыған. Алайда айналасындағылардың кемшілігін көп байқап, жиі сынап мінейтіндіктен салдарынан достары мен жақындарын жоғалтып жатады. Бикештердің көптеген мәселеге қатысты өзіндік пікірі бар, алайда оны кез келген адамның алдында емес, тек лайықты әрі қызықты қарсыласымен дауласқан кезде дәлелдеуге тырысады. Ал ақымақ әрі түсінігі тар адамдарға өз пікірінің дұрыстығын дәлелдеуге талпынбайды да. Әдетте бикештер өте сабырлы, ұстамды, алайда өзгелердің дөрекілігі, әдепсіздігі мен ақымақтығын көріп, ашуға бой алдыруы мүмкін. Мұндай жағдайда бикештер өзін ұстай алмай қалуы да ғажап емес. Анағұрлым ұстамдылары ашуына тиген адамнан аулақ кетуге тырысса, жағы жыртысуға дейін барады. Бикеш ерлердің ішкі қуаты күшті болғанымен, олар тағдырға мойынсұнады және тәуекелге бел буы, батыл қадам жасауы сирек. Олардың есте сақтау қабілеті тамаша. Өзге жұлдыз белгісінде туылған ерлерге қарағанда ұсақ-түйек нәрселерге жіті мән береді. Ал бикеш әйелдер әдетте қарапайым әрі ұялшақ келеді. Олар өзгелерге кемшіліксіз, мінсіз болып көрінуі мүмкін, алайда бұл олардың негізгі артықшылығы емес. Бикештердің арасында мінезі ауыр әйелдер де кездеседі, бірақ олар ақылдылығы мен тамаша талғамымен және құштарлық мінезімен ерекшеленеді.